Қоңырат. Моңғол тарихшысы Сана Сесенің айтуынша, қоңыраттар ұлы моңғолдар тобының көк моңғол тармағына кірген көрінеді. Шамасы, бұл жердегі көк сөзі Шыңғыс ханның Керей Уан ханға жазған хатында қоңырат, қатағандарды көк табанды тырналар деп атағаны тұрғысында түсінсе керек. Бірақ көктің тағы бір аспан деген мағынасы да бар. Бұған қоңыраттардың ішінде көктің ұлы деген тармақ кездетіні де дәлел. Бұл қоңыраттар да өз ата тегін Шыңғыс хан көктен түскен нұрдан жаралыптымыз деген аңызға ұқсас жайдан тарқататынын байқатса керек. Қоңыраттардың текті жұрт қатарында саналатындығына Шыңғыс ханның тек анасы ғана емес, атақты ұлдары Жошы, Шағатай, Үгедей, Төлелердің шешелері Бөрте, Бәйбішенің де қоңырат қызы екендігі дәлел бола алады. Қоңыраттардың әміршісі Менеке 13 тегі жетім бала Темучинді әкесіз қалдырмай, оның шешесіне үйленеді. Кейіннен Шыңғыс ханның шаңырағында Менекенің жұрттың бәрінен жоғары отыруы осыған қатысты болса керек. Шежіре дерегінде қоңырат атауының шығу тегін былай түсіндіреді. Қарақожадан Нағанай туыптымыз, қоңырат Нағанайдың лақабы екен. Олай болатыны, Нағанай өзінен туған балалармен бірге үнемі қоңыраттарға мініп жүрсе керек. Содан былайғы жұрт оларды қоңыр аттылар деп атайтын болған. Кейін рулы елге айналғанда қоңыр аттылар деген жанама атау қоңырат болып руатына шыққан. Шыңғыс ханның алғашқы қимыл көрсете бастауынан қоңыраттар оның жағына шығып, барлық жорықтарына қатысты. 1220 жылы Нишапурға шабуыл кезінде Шыңғыс ханның қызына үйленген тоғышар қоңырат қаза тапты. Оның әйелі күйеуі өлген соң қаланы қамауды одан әрі жалғастырып, басып алғаннан кейін бүкіл тұрғындарын қыруға бұйрық берді. Біздің қоңыраттардың бабалары Жошының балаларының үлесіне тиген 4000 жасақтың қатарына кірген еді. Шамасы, қоңыраттар Шайбани ханның қол астына кіріп, Сырдарияның төменгі ағысына қоныстанған сияқты. 1360 жылы қоңырат Құсайын Сопы Хорезмді биледі. Алтын Орданың бағыныштысы бола тұра, өзін елдің жеке әміршісіндей сезінеді. 1371 жылы Хиуаны темір басып алды да, сол қорғаныс кезінде Құсайын Сопы қаза тапты. Оны інісі Жүсіп Сопы алмастырып, темірмен бітімге келді. Темір кеткеннен кейін ол әмірге қарсы екенін білдірді. 1379 жылы Темір Хорезмді тағы талады да, Жүсіп бірінші шайқаста қаза тапты. 1420 жылы қоңыраттар Еділдің төменгі ағысында пайда болды. Мұнда қоңыраттың жетекшісі Хайдар мырза әуелі ұлы Мұхаммедті қолдап жүріп, кейіннен кіші Мұхаммедтің қол астына ауысты және ұлы Мұхаммед Орыс қаласы Белевке қашқан соңғы шайқасқа қатысты. Хайдар мырзада 3 мен 30 мың адам қоңырат әскері болды. Оның көмегінің арқасында Тоқтамыстың немересі Сейд Ахмет Қырымда таққа отырды. Хайдар мырза өлгеннен кейін қоңыраттардың көп бөлігі Еділге қайтып, сол жерден Әбілхайырға, Жошы ұрпағы, Дешті Қыпшақ ханы келіп қосылған сияқты. Қазіргі қырымдық қоңыраттар сонда 1449 жылдан кейін қалған қоңыраттардың тұқымы. Шейбани наманың авторы Мұхаммед Салық Түркістанды басып алған кезде Мұхаммед Шейбаниде көп қоңырат болғанын айтады. Бұған қарағанда қоңыраттар Бұқараның солтүстік батыс жағындағы жерлерді жайлағанға ұқсайды. 1533 жылы қоңырат батырлары Хафиз бен Күнтуар Әбілғазының айтуынша Хорезмге жорыққа аттанып қолға түсті. Хорезм ханы Дін Мұхаммедтен ажал табады. 1690 жылы қоңырат Мұхаммед би балықты биледі. 1702 жылы Субанқұл хан қайтыс болғаннан кейін Бұқарада бірі Мұхаммед би бастаған қоңырат, екіншісі Мұхаммед Рахым би, Марайым бастаған Маңғыт партиясы құрылды. Ол екеуінің жауласуы маңғыттардың жеңісімен аяқталды. Марайымнан жеңілгеннен кейін қоңыраттар шығыс Бұқараға, Үргенішке және сыр бойындағы қазақтарға қарай ығысты. 1800 жылдардың басында Үргеніште қоңырат ел түзер Инак өзін хан деп жариялап, оның әулетінің билігі 1919 жылы ғана құлады. Қазақ қоңыраттарының мекені 1723 жылы Сырдариядан батысқа қарай болды да, жоңғарлардың шабуылынан көп зардап шеге қойған жоқ.
Олар 1725-1726 және кейінгі 1750-1758 жылдарда соғыс қимылдарына қатыса қоймаған сықылды. Өйткені қоңыраттар Сырдарияның оң жағына 1760 жылдар шамасында ғана өткен еді. Қазақ Совет энциклопедиясынан қосымша ғалымдар қоңыратты ежелгі қият тайпасының ұрпағы, немесе қияттармен тектес ұлғынут, Хуанхират руынан шыққан және ежелден моңғол бірлестігінің құрамында болған деп есептейді. Келе-келе Шыңғыс ханға бағынып, 13 ғасырда моңғолдардың батысқа жасаған жойқын жорығына қатысты. Осы тарихи оқиғаға байланысты қоңыраттардың едәуір тобы Қазақстан мен Орта Азияға тұрақтап қоныс тепті. Хиуа хандығының негізін салып, кейінірек Қарақалпақ халқының құрамына енді. Шоқан Уәлихановтың жазуынша Қоңырат елі 19 ғасырдың басында Қаратау, Талас, Ташкент, Бұхара, Қоқан маңына ауысты. Сөйтіп Қазақстан мен Орта Азия жеріндегі түркі тілдес жергілікті тайпалармен араласып қазақ, өзбек, қарақалпақ, қырғыз халықтарының құрамына еніп сіңісіп кетті. Қоңырат туралы 66 аталы Қоңырат дегенде дерек бар. Жалпы Қоңырат тайпасының қомақты бір бөлігі өзбек халқының құрамында екені белгілі. Өзбектердің арасында кең тараған шежірелік дерек бойынша Қоңырат тайпасының түптегі Қоңырат ата Қоңыр би еді дейді. Қоңырат ата бәйбішесінен 4 перзент көріп, олардың өсіп өнген ұрпақтары сол балаларының атымен Уақтан бала, Қостан бала, Қанжығалы, Айылды деп аталатын бір-бір атаға ұласқан. Қоңырат ата қартайған шағында тоқалынан бір ұл көріп, оны қартайғанда Тәңірдің берген тартуы ғой деп отырады екен. Сол себепті одан өсіп өнген ұрпақты тартулы, тартпалы аталып кетеді. Бұлардың барлығын жинақтап 60 аталы Қоңырат деп атайды. 60 аталы Қоңыратты шежірешілер былай таратады. Уақтанбалыдан Ашамайлы, Баймақты, Тарақты, Шанышқылы, Қазаяқты, Шөмішті, Қайшылы, Ысқылы, Қиғашты, Жылантаңбалы, Балғалы, Қарақоңырат, Боғажелі, Оюлы, Хандекті, Ырғақты, Абақты, Көсеулі деп аталатын 18 ру тарайды. Қостаңбалыдан Төленгіт, Төлемет, Қарақаспақ, Қал, Бармақ, Құлабы, Сауыр бұзар, Замбыры, Құса, Отырақы, Күшағар, Бәндікшік, Ақпышақ, Шал, Мәуліш, Қарақалпақ деп аталатын 16 ру тарайды. Қанжығалыдан Ұлыс, Шұлық, Құйын, Қарақұрсақ, Малтақа, Қолдаулы, Қарабура, Досқа, Топқара, Көртоғай, Ноғай, Желкілдек, Бәлі, Қара деп аталатын 14 ру тарайды. Айылдыдан Қауға, Шұран, Бесбала, Топар, Қашай, Қарақалпақ, Айтаңбалы, Тоқсарай, Қара, Қажыбаша, Түркмен айылды, Ақтана деп аталатын 12 ру тарайды. Бұлардың барлығын жинақтап 12 ата айылды деп атайды. Тартулыдан Тоғыз, Мөңке, Майдатоба, Шопақ, Абақты, Ор деп аталатын 6 ру тарайды. Бұлардың барлығын жинақтап 6 ата тартулы деп атайды. Қоңырат тайпасының бастау тегі туралы алуан түрлі шежірелік аңыздар бар. Солардың ішіндегі ең бір жиі айтылатын нұсқасын келтірейік. Қария сөздің айтуында Қоңыраттан Байбөрі, Құлтай, Шыныбай, Байсары, Дарақожа туыпты дейді. Осылардың Дарақожасынан басқасының ұрпағы Жиделі Байсын жерінен табан аудармаған қалпы өзбек ішіне сіңіп кетсе керек. Дарақожадан Ұзын Сопы, одан Нағанай туады. Нағанайдың өз кіндігінен туған 30 ұлы және асықты жілік ұстатып асырап алған емен, Семен деген 2 киімді баласы болыпты. Жаугершілік заманда осы 32 баласы өле-өле келіп, Жұпар деген бәйбішесінен, Қалампыр деген тоқалынан деп те айтады. Туған Жығалы мырза, Мелдеби, Орынби деген 3 баласы ғана аман қала келді. Бұл 3 бала ержетіп, Жығалы мырза Жезбике деген төренің, Қалмақтың деп те айтады, қызына үйленеді. Жезбикеден Құлшығаш, Ақмырза деп те айтады деген бір ұл көрген соң Жығалы мырза дүние салады. Жығалы мырза өлерінде, менің інім Мелдеби Түркістанның би еді, жаман айтпай, жақсы жоқ деген. Олай бұлай болып кетсем, әмеңгерің сол Мелдеби болсын деп өсиет етеді.
Содан Жығалы мырза дүние салып, жетім балалы жесір әйел дегендей, Жезбике Түркістандағы Мелдебиге ұшырасқанша арада 2-3 жыл өтіп кетеді. Бұл екі арада Жығалы мырзамен аталас Қараменде деген бір жігіт болады екен. Сол Қараменде Жезбикені құлай жақсы көріп, қыр соңынан қалмай жүріп, ақыры көңіл қосады. Қараменде мен Жезбике арасынан бір ұл туып, оның атын Қаракесе қояды. Оның өсіп өнген ұрпағы қазір рулы ел. Күндердің күнде Жезбике мен Қараменденің Түркістанға жолы түседі. Шахапқа келген соң Жезбике алғашқы күйеуі Жығалы мырзаның өсиеті бойынша Мелдебиді іздейді. Бір күні ел көп жиналған жерге келсе, Қоңыраттың босаға таңбасы басылған бір ат тұр дейді. Аттың иесін күтеді. Әлден уақытта аттың иесі де келеді. Ол өзінің қайнысы Мелдеби екен. Сол жерде Жезбике мән-жайды бүкпей айтып береді. Жазу осылай болды. Қараменде де алысың емес. Енді қалай шешсең де сенің дегенің болады дейді. Мелдеби біраз күн ойланып Қарамендені басқа біреуге үйлендіреді де елге қайтарады. Бұл кезде Мелдебидің Құндызай деген бәйбішесі болады екен. Сол Құндызайдың үстіне әмеңгерлік жолмен Жезбикеге үйленеді. Жезбикенің қадамы құтты болып, бұрын бала көтермей жүрген күндесі Құндызай да, Жезбикенің өзі де қатар жүкті болады. Сөйтіп Мелдебиді тәңір жарылғап, бәйбішесі Құндызай мен Тоқалы Жезбике бір күнде босанып, екеуі де бала табады. Құндызайдан туған баланың есімін Құдайберген деп, Жезбикеден туған баланың есімін Тәңірберген деп қояды. Екі әйелінің бір мезгілде босанғанын сырттай байқап жүрген Мелдеби бәйбіше баласының күтімі дұрыс екенін, Тоқалдың шетқақпайлау болып, баласының жамбасына көк шөп төселгенін жай ғана байқап қоймай, Мелдеби көтеніне сенген бәйбішенің баласын көтенші көк шөпті жүрге кеткен депті. Кейін Тоқалдың баласын көктің ұлы десе де болар, Құдайбергеннен өсіп өнген ұрпақтың көтенші, Тәңірбергеннен өсіп өнген ұрпақтың көктің ұлы атанып кетуі содан еді дейді. Нағанайдың үшінші баласы Орынбейдің Сүйеніш деген бір баласы болады. Сонымен Нағанайдың үш баласының Жығалы мырзасынан Құлшығаш, Мелдебинен Тәңірберген, көктің ұлы Құдайберген, көтенші Орынбейнен Сүйеніш туған. Нағанайдың осы немерелерінен 12 ата Қоңыра тайпасы тарайды. Осы орайда Шежіре дерегінің ел ішінде ең бір жиі айтылатын нұсқасында Жығалы мырзасынан Құлшығаш, одан Тас, Түгіскен, Дүйсенбі, Өтеулі, Жортбас туады. Құлшығаш ұрпағы енші бөліспеген. Сондықтан да өз алдарына Қоңыра тайпасының еншісі бөлек бір атасы болып таратылады. Мелдебидің Тәңірбергеннен Қара, Алғи, Абат, Жабат туады. Мелдеби баяғы Қарамендеден туатын Қаракөсені де жатсынбай, Тәңірбергенмен еншілес етіп өсірсе керек. Содан да болу керек, көптеген шежіреде Қаракөсені Тәңірбергеннің баласы ретінде таратады. Міне, осы ұрпақтар өсіп өніп, өзара енші бөліскен кезде 6 атаға жіктелген. Қарадан туған Аққойлы мен Қара Сирақтың еншісі бір болып, өз алдарына бір ата құраған. Абаттан Ораз келді, Байыс, Тайыс, Бағыс, бұл Көкөз деген 5 ұл туған. Осылардың Ораз келдісі өз алдына енші бөлек бір ата құрайды. Байыс пен Тайыс ұрпағы еншілес бір ата болып, байлар деп аталады. Бағыс Боғыс ұрпағы болса, өз алдарына Жандар деген атпен бір ата құрайды. Сол сияқты Көкөзден туған Тоқболат ұрпағы да өз алдарына еншісі бөлек бір ата болады. Енді Тәңірбергеннің көктің ұлының киімді баласы Қаракөсе еді ғой, Қаракесе ұрпағы да өз алдына еншісі бөлек бір ата құрайды. Мелдебидің Құдайбергеннен көтеншіден өрбіген ұрпақтар Қоңыра тайпасының 3 атасын құрайды. Құдайбергеннен Сұпы, Мақы туған және төре қызы Сұқсырханым деген Тоқалына еріп келген Досымқұл есімді киімді баласы болған. Сұпыдан тараған ұрпақ, оның шөбересі Саңғылдың атымен Қоңыра тайпасының 8 атасын құрайды. Яғни Сұпы, Мұлхаман, Сарықұл, Саңғыл бұлай болатыны, Сұпыдан тараған ұрпақтың бәрі де Саңғылмен еншілес болып еттейді. Ал Мақыдан тараған ұрпақ енші бөліскенде Аманбай, Жаманбай деген немере шөберелерінің атымен Қоңыра тайпасының 9 және 10 аталарын құраған. Мақыдан Қара Құдайберді,
одан Жаулыбай, Аманбай, Сүттібай, Сауынбай, Аққошқар, Байқошқар. Жаулыбайдан Қоңырсопы, Жаманбай. Құдайбергеннің Көтеншінің тоқалы Сұқсырханымға еріп келген киімді баласы Досымқұлдан өрбіген ұрпақ жетімдер деген атпен Қоңырат тайпасының 11-ші атасын құрайды. Нағанайдың 3 баласының бірі Орынбиден Сүйеніш, одан Жолдыбай, одан Игілік туған. Игіліктің момындығын меңзеп жеңгелері Божбан деп атайды екен. Осы Игіліктен өрбіген ұрпақ Божбан деген атпен Қоңырат тайпасының 12-ші атасын құрайды. Міне, Сыр мен Сарыарқаны көктей жайлаған, Ақмешіт пен Ташкентті бойлай қоныстанған 12 ата Қоңырат тайпасы ел аузындағы қария сөздің бір нұсқасы осылай баяндалады. Енді Қоңырат тайпасы жайлы арнайы құжаттарға сүйеніп сөйлейік. Жоғарыда айтқанымыздай, Қоңырат тайпасы Көтенші, Көктің ұлы деген екі бірлестікке бөлінеді. Қазақстандағы Қоңыраттар Ташкентке іргелес аудандарда Өзбекстан шекарасынан Жаңақорғанға дейінгі Сырдың екі бетінде, сондай-ақ Созақ, Түркістан, Бөген, Арыс аудандарында қоныстанған. Көтенші Қоңырат тайпасына кіретін бірнеше рудың түп атасы Құдайбердінің, Қара Құдайберді деп те аталады лақап аты. Ел аузындағы аңызға қарағанда Құдайберді өзінің озбырлығы үшін Көтенші атанған. Шежіре деректері бойынша Көтеншіден Саңғыл, Сүйінбай, Сүттібай, Аққошқар, Байқошқар, Аманбай және Жаманбай туады. Саңғылдан Маңғытай, Ағысай, Нұрсай, Самай, Бақай, Қошқар, Қаракемпір, Тиес тараған. Сүйінбайдан Борай, Жиенбет, Сүттібайдан Қырғызалы, Алтый, Аққошқардан Қараша, Көкірек, Байқошқардан Ақболат, Қайрақ, Аманбайдан Құйысқансыз, Жаманбайдан Қоңырсопы, Құрбан, Жауқашты, Шоқпарлы, Ноғай, Қара деген аталар тараған. Саңғылдан тарайтын Маңғытайдан Ерімбет, Шүпіш, Көшімбет, Тума. Маңғытай өз алдына ру дәрежесіне дейін жетіп, басқа туыстары түгел соған қосылады да Маңғытай Саңғыл атанады. Көтеншіге бұлардан басқа Бекберді, Малай, Есалы, Досалы, Мәмітек және Сұркиік Киікші ұрпағы, жетімдер деген ортақ лақабатпен кірген. Сегіз ата Божбан ұрпағы да Көтенші құрамына кіреді. Жаманбай Көтеншіден тараған 5 рудың бірі. Жаманбай Қоңыршұнақ, Жиенбет, Борай, Құйысқансыз, Ақболат, Қайрақ, Қараша, Жанай, Алтый, Киікші, Қырғызәлі, Көкеш, Жары, Сасық, Ни, Кен, Ноғай, Жауғашты, Шоқпарлы, Қира, Құрбаген аталарға бөлінеді. Жаманбай әулеттері қазіргі Қызылорда, Түркістан облыстарын мекендеген. Тіней Көтенші тармағынан тараған ата. Құрманнан өрбіген 6 ағайынның бірі. Тінейден Майлыбай, Меңдібай, Өте, Ажан аталары өрбиді. Тіней ұрпақтары Қаратаудың күнгей беті мен Сыр бойын, Мырзашөл мен Қызылқұмның терістік жағын мекендеген. Ноғай Жаманбайдан тараған ру. Шежіре деректері бойынша Ноғайдан Сатыбалды, Тоқас, Шахан аталары тарайды. Оған Есалы, Досалы, Мәмітек, Сапар, Соқыр, Қосым, Жәйме, Сары, Сабас, Куба, Жәдік ұрпақтары кіреді. Бұлардың ішінде Өскені Сары мен Сапар рулары болғандықтан ел арасында жетімдер ұрпағын Сары, Сапар деп екіге бөледе береді. Шежіре аңызы бойынша алғашқыда Сұркиік дейтін жетім баланың ұрпақтары Сары, Сапбас, Куба, Жәдік қана жетімдер атанған. Кейіннен оған жоғарыда көрсетілген басқа туыстары қосылып кеткен. Сарыдан Куба, Теби, Қосай, Барақ, Ерсімбет, Сұлу, Құл, Бөгенбай, Кенжеқара, Қыра, Беген, Қара аталары өсіп өнген. Олар қазіргі Түркістан облысындағы Қантағы, Сауран, Шәуілдір, Шоқтасты мекендеген. Божбаннан Үржік, Жұмық, Қожағұл, Жәукім, Итемген, Құлым, Бегарстан 8 ататар. Аңыз бойынша Божбан Жиделі байсындағы Алпамыс батырдың ұрпағы, бала кезінде Көтеншіге келіп сіңген. Көтеншіден тараған Сары, Сапар, Маңғытай, Саңғылы елдерімен бірігіп 5 Божбан атанған. Мұхамеджан Тынышбайұлы өзінің шежіре кестесінде Қоңыратты Көтенші, Көктің ұлы деп бөліп
Көтеншіден Жаманбай, жетімдер, божбанды тарқатқан. Жаманбайдан Саңғыл, Жиенбай, Майлыбай, Ноғай, Киікші, Құйысқансыз, Сүттібай, Жары, Сасық, Саңғылды Маңғытай аталарын бөліп. Майлыбайды Құрман, Қылбелбеу, Қоңышұнақ, Көтен, Сүттібайды Борай, Жиенбай, Ақболат, Қайрақ деп бөледі. Жетімдердің Сары, Сапар руларына және божбанды Жаманбай ұрпағы қысым жасаған екен. Содан кейін оларға Саңғыл мен оның ұлы Маңғытай ара түсіп, бәрі бірігіп 5 ата деп аталған көрінеді дейді. Әдетте байлар, жандар қосарланып айтылады. Шежіре деректері бойынша Көтеншіден тарайтын рулардың бірі Жаманбайдан Қараша ру мен Қырғызалыны таратады. Шежіреші Сайдақ Қожа Жүсіпұлы 1875 жылы Бұхарада басылып шыққан қазақ тайпаларының тарихы атты кітабында қарашалар мен қырғызалылар туралы төмендегіше жазады. Қараша тайпасы 18 ғасырдың соңында Сын Қытай жоңғар ханын жаулап алған соң жоңғар батырмен бірге қазақ жеріне келген жоңғарлар. Олар бертін келе қазақ ұлыстарымен араласып кетті. Жергілікті қазақ тайпалары оларды Қарашың батырдың атымен қарашалар деп атай бастады десе, қазақ қырғызалыларды қырғыз халқының солты тайпасының бір бөлігі. Олар да 18 ғасырда жоңғар шапқыншылығы кезінде қазақ жеріне келген. Бертін келе қырғыз солтылары қазақ тайпаларымен араласып кетті. Қырғыз солтылары сол кезден бастап қазақтың қырғызалы руы атала бастады. Қырғыздардың бір бөлігі орта жүздің Қоңырат тайпасының құрамына бертін келе енген. Қырғызалылардың әдет-ғұрыптарында, тіл ерекшелігінде аздап қырғыз солтыларға тән қасиеттер сақталған. Бұлар жүзге кірмейді деп жазады. Көктің ұлы. Көктің ұлы Қоңырат тайпасына кіретін рудың топ аты. Шежіре деректері бойынша Көктің ұлына байлар, жандар, ораз келді. Құлыншақ, Қарасирақ, Тоқболат, Құлшығаш, Алғи рулары кіреді. 1917 жылғы қазан төңкерісіне дейін де, одан кейін де Көктің ұлына жататын рулар негізінен Ұлы жүз құрамындағы ру тайпалармен бірге Түркістан облысында тұрады. Байлар мен жандар рулары әдетте қосарланып байлар жандар деп айтылады. Байлар Алғи, Ораз келді, Қаракөсе, Қайрақ. Ораз келдіден Тассары, Дүйсенбі, Жортпас, Қара, Шарапал, Жолдербіс, Сырымбет, Көлеген аталары тарай. Жандар Көшік, Көбек, Құлшығаш деген аталарға бөлінеді.